Печенье кумарларга керек рецепт дәл осы. Салқын сүтпен үйлесетін керемет дәм әрі бұл печенье барлық кісілерге ұнайды. Үлкенге де, кішіге де. Ендеше рецепті бөлісемін. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Дүкендерден қандай печенье, қандай тәтті алсаңыз, дәл өзіңіз жасағандай дәмді болып шықпайды. Сол себепті жасап көруге кеңес беремін. Сонымен біз бастаймыз. Алдын ала ерітіп алынған сары майымызды ыдысымызға салып аламыз. Сары май қатпастық болмауы қажет. Арнайы жер жаңғақтың дәмін беретін паста саламыз. Қаламайтын кісілер болса, бұны қоспай жасай беруге де болады. Шекерді өз тәбетіңізге қарай салсаңыз болады. Тәттіні ұнататын кісілер көбірек. Және де жарты қасық ас содасы мен 2 жұмыртқаны салып, бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Мінекей бір келкі болған соң ұнымызды аз-аздан қосып барамыз. Бірден көп салмаңыздар, қамырымыз кішкене қолға жабысқақ қамыр болуы қажет. Қамырда қолымызбен араластырмаймыз, себебі жабысқақ болғандықтан ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Арнайы силиконды қасықпен не болмаса басқа бір қолға жабыспауға арналған заттармен араластырсаңыздар болады. Қамырымыз дайын болған соң үстінен өзіміз қалаған, өзіміз ұнатқан шоколад түрін салатын боламыз. Қалаған плиточный шоколадты да қолмен не болмаса пышақтың көмегімен майдалап, ұсақтап алып, содан соң араластырсаңыздар да болады. Ең басты қағидасы, қаншалықты көп шоколад қосасыз, печенье сондай дәмді болып шығады. Қамырымыз дайын, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұл біздің қамырымызға форма берген кезде қолымызға жабысқақ болып ыңғайсыздық тудырмастығы үшін. Қамырымыз салқындады, енді қасықтың көмегімен барлығын бір мөлшерде алып, бір келкі етіп домалақ форма беріп аламыз. Алдын ала қыздырып алынған пешімізде 180 градуста 20-15 минуттай пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын, ендеше салқын сүтпен дәмін татуға кеңес беремін. Рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді төменде қалдыра кетіңіздер. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.